Hoş geldiniz. İyi sağlıklarınız. Selamet. Selametler. Ya Mustafa, biraz tanıtırıp keteyken üzüldüm. Hoş geldiniz ya. Tanıtırıp keteyim bizim Markanç ауданының әкімі Жекен Жамантаев деген мырза. Біздің жаңағы мәслихаттың төрағасы. Назамат, значит, кімнің Мұстафаның досы Түркиялық. Назамат кімнің Мұстафаның көмекшісі. Берік Болатты келсін деп шақырғанбыз. Оның анау әлгі шақыру қағазы бүгін қолдарыңыз табыс етеміз. Құдай енді Құдай қазақ жақсысын көбейтсін. Қазақ анығын көбейтсін. Құдай осылардың аспанын ашық қылсын. Ата бабасының жеріне келе жатыр. Жотаки, міне халық деген осы Мұстафа. Өзің көріп тұрсың. Мына ана жыл келгенде Мен жұмыс істедім ме? аралап жүрдік қой, қала-қалаға барып ойын көрсетіп жүрдік. Сонда ұмытпаймын, сол Жамбылға қуып бөлген екен. Ол Семей облысынан келді, 5-6 жігіт, дәу жігіттерімді. Халықпен кездесіп отырдық, бір сұрақ қойды. Мұстафа деді, бәрі жағын аралап жүрсің, өз еліңе қашан барасың? Неге алдымен өзіңе келмейсің? Деп сұрады. Халық деген жиылып отырған, не түсіріп жатыр, журналистер тұр. Сосын мен айттым, біздің ел жағынан нашар жігіттер шықпайды дедім. Алдымен өз еліне қашып кет деп айтқызбаймын. Бәр жағын бітірем де бір жолата ауылыма барамын. Бүгін міне Сөз тапқанға қолқа жоқ. Дәм тартқан күні. Дәм тартып білеті келіп, бүгін келіп. Бекеңнің артында Қабанбайдың аруағы риза. өзі елімізге кеп былай. Бір түрлі болады екен, жаңа ағыда айтып жатырмын мен. Енді елдің ішінде жүрген адам сезінбейді оны. Ал мен өмірім сыртқы дүниеде өтті ғой. Бармаған жерім жоқ, көрмеген жерім жоқ. Мысал, аталарымның өмір сүрген, кіндік қан аққан жер. Қандай айтқанмен әгі жан тартпаса қан тартады дейді ғой. Сол келгенде адам іші бір түрлі болып, толқынып жүреді екен. Жақсы болды келгеніміз. Келеді.